Бүкіл дүниежүзі ғалымдары бір ауыздан мақұлдаған Рашид ад-Диннің Жамиат Тауарих кітабында түркілер туралы мынадай дерек бар. Шежіреге сәйкес Адам алейхиссаламнан Шис алейхиссалам туады. Одан Идрис алейхиссалам, одан Нух алейхиссалам туған. Нух алейхиссаламның су тасқынынан аман қалған 3 баласы болған. Хам, одан Африка халықтары тараған. Сам, араб парсылар тараған. Яфит, одан түркілер тараған. Яфиттің 8 баласы болған. Турк, Хазар, Саклап, Рус, Минг, Чин, Камари, Гарих. Яфит өзінен кейін Туркты басшы етіп сайлаған. Турктен Оғыз қаған туған. Оғыз ханның 8 ұлы болған. Гун хан, Айхан, Йылдыз хан, Гёк, Даг, Денгиз және тағы басқа. Жалпы Оғыздың ұлдары 24 тайпадан құралады. Йылдыз ханның 4 ұлы болған. Афшар, Кызык, Бигдили, Каркын. Соның ішінде Қарқын ұрпақтарынан Сақ, Сармат, Массагеттер шыққан. Олардың барлығы қазіргі Орта Азия мен Монғолия, Ресейдің оңтүстік өңірлерін мекендеген. Қазақтардың түп атасы осылардан бастау алады. Қазақтың шежіресі былай: Қыдыр, одан Алаш, одан Жайыл, одан Қазақ, одан Жұман, Жұманнан Арыс туады. Арыстың 6 баласы болған: Ақ, Пан, Жан, Бек, Бал, Бол. 6 Алаш деген осыдан шығады. Ақ арыстан ұлы жүз, Жан арыстан орта жүз, Бек арыстан кіші жүз қалыптасады. Жалпы адамзаттың шежіресі осылайша қалыптасады. Азия және Европа құрлықтарында өмір сүретін барлық халықтар Нух алейхиссаламның 3-ші ұлы Яфиттің ұрпақтары болып табылады. Сондықтан ата-баба діні деген кезде тізбекті жалғайтын болсақ, міндетті түрде Адам алейхиссаламға барып жалғасамыз. Ал Адам алейхиссалам Құранда баяндалғандай бір құдайға табынушы, монотеистік дінді ұстанған ханиф болған. Сәйкесінше әуел бастағы Адам алейхиссалам ұстанған монотеистік дінге алып баратын бүгінгі таңдағы жалғыз ақиқат жол ол ислам діні болып табылады. Сол себепті Абай атамыз былай дейді: махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділ етті дейді.